Міне алдарыңызда домбыраны ең оңай тәсілмен тартуға арналған әндер. Қазақ осы әні. Мысалы, ең басында домбыраны ешқандай домбыраны ұстап көрмеген, ешқандай білмейтін адам осы тәсілмен домбыраны тарта алады. Ең басында міне қазақ осы әнінде 0 болса ешқандай пернені баспаймыз, 7 болса 7-ші пернені басамыз, 0 болса ештеңе баспаймыз. Міне ештеңе баспаймыз, бас бармақпен бірақ тартамыз. Алғашында 0-ден бастаған адам оңай болу үшін бас бармақпен тартса болады. Жай деп айтамыз, жай. Сосын 7-ші пернені тауып аламыз. Домбыраны мына пернесіне мысалы қараңыздар. Мынау 1-ші перне, 2-ші перне, сызық бөліп атады арасы міне. 2-ші перне, одан кейін 3-ші перне, 4-ші перне, сосын міне 5-ші перне, келесі 6-ші перне, 7-ші перне. Міне мына пернені мына сызықтың дәл алдынан ұстаймыз, иә. Мына жерінде сызық тұр ғой, мына сызықтың дәл алдынан. Яғни мынау үсті, мынау асты. 7 үстінде тұрса үстінен басамыз, астында тұрса астынан. Сосын саусақ басатын жер астынан. Міне мына жер сызықтың алды. 7-ші перне. 8 болса мына 8-ші пернені мына жерінен басамыз. Дәл сондай жерлерінен санап отырамыз ғой. Қараңыздар, бас бармақпен тартамыз сосын. Мынау 4 деген қай саусақпен басатын, мына кішкентай саусақпен басамыз. Кішкентай саусақ. 1 қағыс, 2 қағыс, 3 қағыс, 4. Жайлауында. Негізі мынаның қағысы бар, бірақ қағысының алғашында ең бастапқы алғашқы үйренушілерге қиын болмас үшін алып тастадым. Бас бармақпен да музыкасы шыға береді. Жайлауында деген сонда сөз шығады. Барлығын біріктіріп тартқанда. Кезек-кезек тарта береді. Бірінен соң бірін. Сосын жүрген жігіт. Мына жерде қандай сан тұр, сол санға барамыз. 5-ші перне. Бағып қой дос келді деп жасап жатыр анық той. Міне сандары өзгеріп отырады, тек 8 болса 8-ші пернеге барамыз. 5 болса 5-ші перне, 0 болса ештеңе баспаймыз. Мына жерден ештеңе баспаймыз, бірақ бұлай жаңағы тартамыз. Бұлай тартамыз. Бас бармақпен тарту деген сөз, яғни бұлай міне. Осылай міне жасаймыз. 0 болса тек қана бүйтеміз. Міне осылай. Ау, қаз видео түсіріп отырмын. Міне түсіндірмесі келесі бетте жазылған. Қалай тарту жолы. Міне тек қана сандар, басқа еш нәрсе жоқ. Жаңағы түсіндіре алады. Міне қазақ осы әні тек қана осы 4 жол. Келесі шумағы осы сандарға айналып келе береді. Буынға бөліп отырасыз мына сөздерді. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой. Енді басқа да әндері бар, қазір көрсетемін. Міне осы тәсілмен ғой. Мен мына сызбаны сіздер сатып алсаңыздар, міне осы сызбаны сіздерге берем. Сол кезде түсінікті болады. Қарап отырасыздар. Міне барлығы жазылған, үсті, асты. Қай жерден басу керек, міне стрелкамен көрсетілген. Тек санап отырасыздар ғой, сосын саусақпен басасыздар, болды. Ешқандай қиындық жоқ. Тек шыдамдылық керек. Қол әбден үйрену үшін көп тарта беру керек. Міне басқа да әндер бар. Міне 8 болса 8, 7 болса 7-ші перне басамыз. Осы видеоны соңына дейін қарап шықсаңыздар,
жақсылап түсініп аласыздар. Міне еркемай әні бас бармақпен тартуға жазылған, сосын қағысын жазған жоқпын мен. Алғашында жаңағы домбыраны ең оңай тәсілмен тартқысы келетіндерге оңай болсын деп мен жазған жоқпын қағысын. Қағыста негізі оңай емес. Қағыспен тарту үшін бірінші қағысты үйреніп алу керек. Міне қараңыздар, 4 7 7 4 5 9 9 9 5 7. Көрдіңіздер ма? Міне барлығы қиын емес, оңай. Міне Happy Birthday әні туған күнмен әні ғой. Құрметті ағайын, міне осы оңай тәсіл домбыра тартудың енді құпия тәсілі десем де болады. Көпшілігі біле бермейді бұл тәсілді. Енді бұл санмен үйрену бұрыннан бар, бірақ дәл осылай ыңғайлы етіп өзім дайындап қойдым. Бұлай әлі ешкім жазбаған сияқты, енді өзім жаздым. Енді ең оңай тәсіл осы сызбасы. Міне ыңғайлы қылып жазып қойдық. Осы құпия тәсілмен сіздер де үйреніп кете аласыздар. Неге әні тек қана сандар сөз. Оп-оңай, өте оңай, үйрене аласыздар. Шыдамдылық танытып 1 сағат отырсаңыздар үйрене аласыздар. Менен осы сатып алсаңыздар болады. Ешқандай курс емес, жаңағы курсқа қатыспай-ақ сол менен сатып алып тартып отырсаңыздар болады. Түсінбеген сұрақтарыңызды қоя бересіздер ғой. Курс ретінде қатысу қиын негізі, үйрену курстан. Тапсырма бергесін ұмытып кетуіңіз мүмкін, әртүрлі. Мән беріп дайындалсаңыз, үйренем деп сатып алып көрсеңіз, осы сызбамен үйренуге болады. Мән беріп жақсылап қараса. Күміс құмған әні қағыспен міне төмен жоғары, төмен жоғары. Дәл жаңағыдай үстіндегі санды мына домбыраның үстінен табады, астындағы санды астынан. Дәл жаңағыдай, тек жаңағы қағысы бар. Сосын үстінде сандары бар. Үстінен де астынан да міне. Үсті асты деген міне. Мына жағы үсті, мына жағы асты ғой. Аспанға қарап тұрған жағы үсті, мына жағы асты, жер жағы. Міне. Дәл сол сандар, мысалы, мынау 7-ші перне болса, мысалы, жақсы, мына жақта айтайын, мысалы мынау 1 2 екінші перне болса, мына жағы үсті, мына жағы асты болады екінің. Екінші перне бола беріп, тек мына жағы екінші перне үстінде тұрса, мына жақтан басасыздар, астында болса мына жақтан. Айырмашылығы сол. Күміс құмған әні міне үйренуге өте оңай. Тартып көрсеңіздер шығады жаймен деп. Енді негізі әндері оңай, негізі күйі қиындау, күйді үйрену, күйі ұзақ. Ән күрделі емес, үйрене аласыздар. Міне осындай сызба арқылы сіздер бір емес бірнеше әнді үйрене аласыздар. Алғыс әні міне көкжиек, күн сәулесі. Тек ерінбей сандарын басып отырсаңыздар, музыка шығады. Өздеріңіз таң қаласыздар, қалай музыка шықты деп. Міне барлығы дайын. Дайын нәрсе, тек сандарды басып отырасыздар. Дәптерге қарап тартасыздар ғой. Міне барлығы оңай. Ең оңай тәсіл ғой осы. Ал үйренем десеңіздер, осындай сызба дайын. Сосын ана жақта қазір мен қазақпын әнін көрсетіп жіберейін. Күте тұрыңыздар. Сосын адай мен қазақпын әні бар міне. Бұл да сандар арқылы табуға арналған. Міне ап-анық қазақ болып тумағанда етерем. Барлығы көрініп тұр, барлығы міне. Қайырмасы
Көрдіңіздер ма, барлығы дайын міне. Түсіндіруді қатты қажет етпейді, оңай. Ал осы тәсілмен үйреніп алыңыздар. Комментарийге жазыңыздар, кім үйренгісі келеді. Баршаңызға сәттілік.